Бүгін ақмақ достан ақылды дұшпан артық деген сөздің мәнісін түсіндіремін. Бұл сөз біз білгетіндей бір сыртқы дос немесе сыртқы дұшпан туралы айтылмаған. Бұл адамның өзінің ішкі күресі, яғни нәпсімен күресі жайында айтылған. Бұл сөз аюға намаз үйреткен таяқ деген сөзбен тікелей байланысты. Себебі аю неге аю, басқа емес, неге ол намаз, неге циркқа үйретпейді. Міне содан қарап білуге болады. Бұның барлығын контент анализі деген ғылыми зерттеу әдісімен түсіндіруге болады. Осы екі сөздің де түбірі аюдың достығы деген әңгіме бар. Бұл аюдың достығы Ахмет Байтұрсынов Ыбырай Алтынсаринде әңгімелерінде жазылған. Бір аю болады, ол өзінің дос ретінде алған адамды таспен ұрып өлтіреді, масаны немесе шыбынды қуып үшін. Ал осы әңгіменің де түбірі Мәснауидің аюдың достығы деген әңгімесінен алынған. Міне мынау қазір арқамда ғылыми ортада дәлелденген бір ғылыми мақала. Осы 800 жылдан бері айтылып келе жатқан осы сөздің түбірі аюдың достығы деген Мәснауиден алынған. Мәснау деген Мәулананың дастаны. Қазақтарда, түркі халықтарында айтылып жүрген көптеген әңгімелер Мәулананың Мәснауиінде айтылған, бірақ совет кезінде бұл мұсылман ғұламасынан алынды деп айтылмаған, мысал деп берілген болатын. Себебі басня деген нәрсе өткен ғой ол кезде. Әр дәуірде бір сөздер өтетін сөздер болады. Мысалы, TikTokта кедейлер кітап оқиды деген сөз өтті. Мысалы, оны айтқан ол қыз емес. Кейін оның сценарийін жазып берген басқа адам болып шықты. Ол сөздің түбірі басқа жақтан шықты ғой. Міне сол сияқты осы ақмақ достан ақылды дұшпан артық деген сөздің түбірі анау 800 жыл бұрынға кетеді. Яғни Мәулананың аюдың достығы деген аңыз әңгімеден таралып, қысқа айту керек. Қай заманда да қысқа айту өте маңызды. Мысалы, TikToктағы 15 секундтық видеолар қалай өтсе, қысқа сөйлеу, қысқа нұсқа сөйлеу бізде де қазақтарда да болған. Ақмақ достан ақылды дұшпан артық деген сөздің ішінде өте көп даналық ғибратты мәселелер бар. Неге намаз дейтін болсаңыз, бұл жерде ақмақ дос, ақылды дұшпан деген сырттан біреулер туралы айтылмаған, адамның өзінің ішкі күресі туралы айтылған. Ол аюға теңелген. Неге? Себебі аю негізі көптеген халықтардың әңгімелерінде ақмақтықтың белгісі болып айтылады. Сондықтан да адамның нәпсісі ақмақ осы аюға ұқсатылады да, ақылды дос сияқты болып көрінгенмен, бірақ біз оны нәпсісімен үнемі күресте болу керек деген сияқты мәселелерде сыйдырылған. Оның бәрін айта берсек уақыт жетпейді. Міне осының барлығы бір сөзден шығып тұр. Бұның бәрін сөз мәнісін ұғуда өте пайдалы өзіңнің дамуыңда. Оны қайдан білеміз? Сөз мәнісін үйрену арқылы білеміз.